Біз сені бүйірмесін жіберетін болдық. Рас айтасыз ба? Я, қызым, ертең әкең келеді, Құдай қаласа. Сол кезде сені өзі апарады. Жаңадан қыз келді, енді сендермен бірге жаттығатын болады. Есімі Камила. Ең қалай болды? АВ Синема ұсынады. Болды екен? Өзім ашам. Кім бұл? Иә. Мам, бұл кім? Ой, сол көршілер ғой, өмірі кілттерін ұмытып, бізге ашшы деп айтады. Әлі мама жоқ. Ай, шыданы. Жарыс өтсін, от души демаламыз. Ой, қызым, келіп қойғансың ба? Я, анашым, жаңа ғана келдім. Бірдеңе жедің бе өзі? Жоқ, мам. Соны біліп, мен саған жейтін заттар әкелдім. Жүр асыге. О, Қалай болды дайындығың? Жақсы өтті ме? Анель, қызым, жаттығуың қалай болды? Қиын болған жоқ па? жоқ, анашым, бәрі ойдағыдай. Айтпашы, біздің биге жаңадан қыз келді. Есімі Камила. Оның үстіне ол біздің көрші. Қойш, жақсы ғой. Үнемі дайындыққа жалғыз өзің баратын едің. Енді қасыма серік қосылды десейші. Я, Жаным сол. Айтпақшы, сен жарысқа баратын болдың ба? жарысы, апай ертең айтам деді кім баратын. Менің құлыншағым сол тізімнің ішінде міндетті түрде болатын болады. Алло, Каме, қайдасың? Шықсайшы. Шықтым уже, не болды соншама? Жүр. Ками, қалайсың? Көрінбей кеттің ғой? Қайда бара жатсың? Иә, мен қазір биге қатысып жүрмін. Айтпақшы, Анель таныс қой. Бұл менің кішкентай кезімнен бері жүрген құрбым Аделя. Танысқаныма қуаныштымын. Бұл Анель. Мен онымен биге бірге барам. Бәсе, көрінбей кеттің ғой? Волейбол ойнауды да қойдың. Айтпақшы қыздар, мен волейболға қатысып жүрмін. Сол волейболдың соңына дейін қатысып, Сабина Алтынбекова сияқты Қазақстанның атын шығарғым келіп жүр. О, бұл күшті ғой, құтты болсын. Сәттілік, сен сияқты қыздар көп болсын. Рахмет, қыздар жарайды, жолдарынан қалмаңдар. Ал, қыздар, жиналдық па? Тоқта. Фильмді жаластырмастан бұрын мына нәрселерді істеп кет. Ең әуелі осы видеоға лайк бас. Содан соң төмендегі подписаться мәзір арқылы біздің арнаға тіркеліп кет. Және де ең бастысы, фильмнің келесі бөлім жібере алмас үшін подписаться мәзірдің қасындағы қоңыраушаны басып кет. Сол кезде сіз келесі фильмді жіберіп алмайсыз. Түгеліміз ба? Ал, олай болса, қыздар, бүгін бір аптадан кейін республикалық жарысқа барамыз, білесіңдер, е? Алдынан бері айтып келе жатырмын. Қазір сендерге бір аптадан кейін республикалық жарысқа кімдердің баратынын хабарлайтын боламын. Республикалық сайысқа Жанель барады. Және де Раяна барады. Алия барады. Және Анель мен Камила барады. Ал, қыздар, бүгінге осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Жарысқа баратындар тағы да шын жүректен құттықтаймын. Жарыс бір аптадан кейін болғанымен біз 2 күн ертерек баруымыз керек. Сол үшін дайындықтарында осы бастаңдар. Ал жарысқа бармайтын қыздар ертең осы жерде сағат 10-да кездескенше. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.
Анель, маған да қалдыршы, ойлап тұрмын. Иә, әрине. Кеше ғана келіп алып, жарысқа ойнатқан қараш. Мән бермей, олар всегда сөйтеді. Лучше тезірек киініп, үйге орайық. Кеттік. Ками, бүгінгі жеңісті өзімізше атап өтпедік па? Давай, бірақ қайда барамыз? Паркке барайық. Бірақ алдын киімімізді ауыстырып алайық. Кетті отың давай, неге бейдің үстіне бей сұрайт, неге оғыз Кетті отың давай, неге бейдің үстіне бей сұрайт, неге оғыз Кетті отың давай, неге бейдің үстіне бей сұрайт, неге оғыз Кетті отың давай, неге бейдің үстіне бей сұрайт, неге оғыз Жылайтын күні көріп өкіріп бір жылайды Мазасы кетіп оның түнімен ұқтамайды Өтірік жігіттері телефон шалған кезде Анашым шығармайды деп өтірік қалмайды Кетті отың давай, неге бейдің үстіне бей сұрайт, неге оғыз Алло, Камила, қайдасың? Автобусқа кешігеміз ғой қазір. Анель, астыда тұрсын ба? Қазір скотмен киімдерімді жинап жатырмын. Бізді папа апырстайды қазір. Аха, жақсы. Ал қыздарым, жарыстан аман-есен оралып, жүлделі орын алып келдіңдер. Рахмет аға. Рахмет папа, сені қатты жақсы көремін. Жаным, неге қолым. Все, жарайды, мініп орын алып алыңдар. Алло, әкешім. Иә, бірінші орын алдық. Қалаға келе жатырмыз. Алло, мама, 2 сағатта қалада боламыз. Ал қыздар, елге аман-есен жүлдемен оралдық. Біз үшін үлкен мәртебе, үлкен мақтаныш. Мен сендермен мақтан тұтамын. Әне сыртта ата-аналарың сендерді қуана-қуана күтіп тұр. Олай болса, чемпиондар, на выход! Кеттік.